Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен нәзік кекстің рецебімен бөлісемін. Арнама қош келдіңіздер. Кекске керек заттар бізге 1 кесе қант, 2 сарыуыз жұмыртқаның 2 жұмыртқа, 1 чашка ұн, 200 грамм маргарин немесе май, 5-6 қасық өсімдік майы, 10 грамм қопсытқыш керек болады. 2 сарыуызымызға 2 жұмыртқаны жарып, жарты кесе қантымызды қосып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Енді осы жұмыртқаның үстіне еріп тұрған майымызды қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Миксерлеп алып болғаннан кейін ақырындап ұнымызды біртіндеп қосамыз. Қопсытқышты онымен бірге араластырып қоссаңыздар да болады. Мен барлығын араластырып болғаннан кейін қопсытқышты артынан қостым. Міне осылай миксерлеп аламыз жақсылап. Енді осы қоспамыздың үстіне 5-6 қасық өсімдік майын қосып араластырып, оның үстіне 10 грамм қопсытқышты қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз қасықпен. Кекстерімізді силиконды формаға салып, қызып тұрған пешке 200 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Осымен кексіміз дайын болды.